Саламатсыздар ма оқушылар? 6 сынып математика оқулықтағы 1486 есептің шығарылуын көрсетейін. Екі санның айырымының 50%, 9,5-ге тең. Бірінші санның 25%, екінші саннан 44-ге кем. Осы сандарды тап дейді. Енді есептің шартына сәйкес бірінші санды x және екінші санды y деп белгілеймін. Енді бірінші сөйлем бойынша екі санның айырмасының 50% 9,5-ге тең деген осылай жазамыз. Енді бірінші санның 25%, бірінші санның x, оның 25% дегеніміз 0,25x деген сөз. Мынау бірінші санның 25%. Бірінші санның 25%, екінші саннан 44-ге кем болып кетсе, олай болса екінші саннан бана 25%-ін азайтсам, бұл 44-ге тең деген деп теңдеулер жүйесін құрамыз. Ары қарай енді теңдеулер жүйесін шығарайық. Бізде 0,5 x минус y көбейтілген 0,5 тең 9,5. Сол күйінде пока жаза тұрайын. Енді мына 0,5-ті 9,5-ге бөліп жіберсем, мұнда x минус y тең 19 деген сан шығады. Мынада y минус 0,25 x тең 44 сол күйінде жазып қоямын. Енді мынаны қосу тәсілмен шығарсам, мына жерде x-тен мына минус 0 азайтып тастаймын былай. Тең, мына екеуін қарамарсам қосқанда 0-ге тең, 19-ға 44 қоссам 63 болады. Енді мына жерде 1-ден 0,75 алсам, 25 алсам 0,175 x тең 63 болады. Енді x-ті табу үшін 63-ті 0,175-ге бөлсем, x-тің мәні 84 болады екен. Келесі енді екінші y-тің мәнін табу үшін жерде мына жерге келіп қояйық. Y-тің жағына 19-ның жағына шығарсам, x азайтылған 19 болады, осыдан y тең болады. X-тің орнына 84 азайтылған 19. Сонда y-тің мәні 65 болады екен. Соны есептің жауабы бірінші саным 84, екінші саным 65 болады екен. Келесі 488 есеп.